Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз күнделік кезетке қалай қымыжыны қоямыз, соны көрсетемін. Бізде мында күнтізбелік белгі жоспарлау деген жерде КСП деген болады. Соның үстінен бассақ, мында айтылып тұр, қымыжы сілтемесін енгізіңіз дейді. Яғни бізге мында сілтемені енгізу керек. Ол үшін не істейміз? Өзіңізге қымыжыңызды сақтайтын диск болу керек. Мысалға мен Google дискті таңдадым. Google дискке кірдік, сосын сол жақта создать дегенді басамыз. Одан кейін біз создать папку деп басамыз. Мында қымыжы 24-25 дейміз. Яғни 2024-2025 жылға деп создать деп басамыз. Бізде құрылды папка. Сосын тағы да жаңа папка бума 3 сынып деймін. Сосын ішіне қайтадан екі папка создать етемін. Алгебра және геометрия деген. Маған енді алгебра әзірше керек. Алгебраға кірем. Компьютерден қымыжыңызды саламыз. Мысалы стандарт түр деген. Соны келесіз да мында жүресіз. Көшірілді. Енді мына жерге келіп мына басасыз, поделиться деген. Сосын мына жерге ограничение доступ дегенді. Все у кого есть ссылка дегенді қоясыз. Сосын копировать ссылку дейсіз. Готово. Болды, қайтадан журналға келеміз. Үстінен басамыз. Интерді басамыз. Қайтадан келеміз. Міне сізде дайын тұр. Міне сіздің қымыжыңыз ашылады. Осыны аяқталды сабағымыз. Сау болыңыздар.